Қырғыз президенті Садыр Жапаров өзі бастап Меккеде қырғызстандық студенттерге және қырғызстандық қажыларға арнап қонақ үй салып жатыр екен. Қандай керемет, қарап отырсаң, қырғыз елі біздің бір Қазақстанның бір облысындай ғана жер. 99% ба или 98% ба есімде жоқ. Жазық жер деген өте аз. Менделеевтің бізде Қазақстанда бүткіл таблицасы бар болса, оларда соның бір жартысы бар ма, жоқ па, Құдай біледі. Саны 7 миллион. Былай табиғи ресурс болсын, адами ресурс болсын, жоқтың қасы. Бірақ оларда иман бар да, дін бар, салт дәстүрлерін сақтап жүр. Қырғызстанның ақ үй дейді ғой президентінің, соның ішінен намазханасы бар. Әр облыс, әр ауданның әкімшілігінде де намазхана бар. Халқы дінге жақын. Біздің Қазекең, Аллаға шүкір, сонау бабаларымыз мықты болған ғой. Олар да сол заманда Құнанбай қажы бастаған біздің бабаларымыз Меккеден қонақ үй салып кеткен. Біз оны көкірекпен қағып айтамыз, мақтанамыз сонша. Бірақ біз не істеп жатырмыз соны? Біз сондай нәрсе жасап жатырмыз ба? Сондай тылақтай жерде, ештеңесі жоқ жерде Қырғызстан осындай үлгі көрсетерлік қайырымдылық іс-шарасын жасап жатыр. Меккеге барған қажы тегін жатады, Меккеге барған студенттер тегін жатады. Біздің мынандай байлықтарымызбен, мынандай мүмкіншіліктерімізбен, мынандай адам санымен біз ондай нәрсе жасап жатқан жоқпыз. Басымызға мына түсіп жатқан қазір мынау су тасқыны, жер сілкіністері, күннің бір күрт суып кетіп, жылып кетіп жатқаны, осының барлығы, осындай біз дінсіздіктен біздің Алла Тағала бізге беріп жатқан азабыма, сынағыма деп ой келеді.